Жаз басталмай пісіп жетілетін жүгері жиі-жиі көп сатылады. Ал оның тек дәмді азық қана емес, денсаулыққа пайдасы мол ем екенін көпшілік біле бермейді. Ендеше оның денсаулыққа пайдасынан хабардар болыңыздар. Келесіде адам ағзасы үшін пайдалы кеңестер шығады. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп, каналға жазылып лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз бізге шабыт береді. Жүгерінің пайдалы құрамы. Жүгерінің құрамы моно және дисахаридтерге, қанықпаған май қышқылдарына, су және крахмалға өте бай. Сондай-ақ оның құрамында В9, Е, ПП, В1 және В2 С дәрумендері, ниацин мен холин бар. Бұл өнім темірге бай. Жүгерінің пайдалы қасиеттері. Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде жүгерінің жоғары тағамдық және биологиялық белсенділігі дәлелденген. Егер сіз осы өнімді күнделікті рационыңызға қоссаңыз, ағзаңызда зат алмасу процесі айтарлықтай жақсарады. Нәтижесінде денсаулығыңыз жақсарып, иммунитетіңіз күшейеді. Қуырылған жүгеріге қарағанда қайнатылған жүгері пайдалы болады. Қайнатылған жүгері терінің қартаюын тежейді және қатерлі ісік дамуын болдырмайды. Сонымен қатар, зат алмасу бұзылған кезде бауыр ауруы, жүрек қан тамырлары ауруын емдеу кезінде пайдалы. Жүгеріні өт тасы, холангит және холецистит белгілерін жеңілдету үшін пайдалануыңызға болады. Гастрит кезінде ұнтақталған жүгері сорпасын пайдалану ұсынылады. Оның асқазанның шырышты қабатында да пайдасы көп. Жүгері жүрек қан тамырлары аурулары, инсульт, инфаркт, қант диабеті қаупін азайтады, көру қабілетін сақтауға көмектеседі және өт қабығының тонусын арттырады. Жүгеріні жиі тұтынсаңыз, холестерин деңгейі қалыпқа түседі. Асқазан жолдары қызметін реттейді. Сау әрі ұзын шаштың өсуіне оң әсер етеді. Жүгері қартаюдан сақтайды. Оның құрамындағы В дәрумені ұйқысыздық, мазасыздықпен күреседі. С дәрумені иммунитеттің көтерілуіне, Д дәрумені тіс ауруларына, сүйектің қатаюына көмектеседі. 100 грамм жүгерінің құрамында 365 калория бар. Соған қарамастан, жүгері диеталық өнім болып табылады. Өйткені ол тәбетті төмендетеді. Жүгері майы мидың жұмысы үшін маңызды. Ол фосфатиттерге бай, сонымен қатар атеросклероздың алдын алу және емдеуге пайдалы. Жүгері шашағы шипалы ма? Жұртшылық арасында жүгері шашағын дертке шипа береді деп пайдаланушылар көп. Ал ол қаншалықты рас? Осы жөнінде айтпақпыз. Мамандар жүгері шашағының бауыр, өт қабы ауруларына ем екенін дәлелдеген. Сондықтан дәрігерлер де оны емге пайдалануға кеңес береді. Гепатит, холецистит, холангит, тас байлануы сияқты аурулар кезінде дәрі-дәрмектер қолданылады. Оған қоса жүгері шашағын қолданса, ол қан құрамындағы билирубинді азайтады, өттің қоюлануын болдырмайды. Жүгері шашағының емге қайнатпасы тұнбасы қолданылады. Ащы шай ретінде де ішуге де болады. Өттің дұрыс жүруі үшін жүгері шашағынан тұнба ішіп тұру керек. Ол былай әзірленеді. Ыдысқа 1 қасық жүгері шашағы салынады, үстіне 1 стакан қайнаған су құйып, 1 сағаттай мықтап жауып қояды. Сосын сүзіп алады да, оны күніне 3-4 рет 1 ас қасықтан ішіп тұру керек. 2 апталық курс асқазан ішек жолдарына және бауырға пайдалы. Жүгерінің қайнатпасы гепатит пен холецистит өт жолдарының дискензиясы кезінде ем. Оны былай әзірлейді. Эмальді күрішке 2 ас қасық жүгері шашағы салынады. Үстінен қайнатылған жылы су құйылады. Сосын қақпағын жауып, кастрөлдегі қайнап тұрған су моншасына орналастырады. 15-20 минуттан соң алып суытады да сүзіп, үстінен тағы да стакан толғанша су құяды. Оны күніне 3-4 рет тамақтан соң 1 ас қасықтан ішіп тұрады. Жалпы қайнатпа тұнбаларды жылы күйде алдын ала шайқап барып ішеді. 2 апта ішіп үзіліс жасайды. Жүгері шашағынан жасалған сусынды шай ретінде ішіп тұруға болады. Оған қара қарақат жапырағы, жалбыз, жебіршөп, түйе ошаған, мың жапырақ қосып ішуге де болады. 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық шөп қосылады.
15-20 минут тоңдырып күніне бірнеше мәрте жарты стаканнан ішеді. Жүгері шашағын диабетке қарсы қолдануға болады. Оның сығындысы дәріханаларда бар. 15-20 тамшыдан суға қосып, бір ай бойы күніне 34 мәртеден ішіп тұру керек. 2 апта үзіліс жасап, қайта жалғастырады. Ем 6 айға дейін қолданылады. Оны үйде дайындауға да болады. Ұсақталған 2 ас қасық шашақты жарты литр қайнаған суға салып, баяу отта 5-7 минут қайнатады. 30-40 минут тұндырып, күніне 3 мәрте ішіп тұрады. Оның әжептәуір көмегі бар. Қандағы қантты азайтады, жалпы жағдайды жақсартады. Атеросклероздың алдын алу және емдеуде де жүгері шашағының пайдасы мол. Ол жаман холестеринді азайтады, бас ауруын, құлақтағы шуды басады, ұйқы, есте сақтау қабілеті жақсарады. Емдеу курсы 3 аптадан арасында 2 апта үзіліс жасап, 4 және 6 ай бойы жалғасуы керек. Бүйрек ауруларына циститті, тас байлануын емдеуде де жүгері шашағының пайдасы көп. Сәр айдайды, қабынуды басады, құмның бүйректен несеп жолдарынан тез әрі жеңіл кетуіне септігін тигізеді. Жүгері шашағы түйе ошаған шөптерінен тең мөлшерде алып, араластырып, бір ас қасығына 2 стакан су құйып, су моншасында 15 минут ұстау керек. Сосын сүзіп алып, күніне 3 мезгіл астан кейін стаканның 4-1 мөлшерінде ішіп тұрады. Қазір пісіп жетіліп саудада молынан сатылып жатқан жүгері шашағының осындай шипалық қасиеті бар. Дегенмен, оның да кей жағдайларда жағымсыз әсер беретіні белгілі. Мысалы, оны жүкті әйелдер қолданбауы керек. Аллергиясы барлар да абайлап қолданған абзал. Вена қан тамырлары кеңінен, қаны тым тез ұйығыш жандарға да ол жайсыз тиеді. Тамаққа тәбеті төмен адамдар оны қолданса, тәбеті одан сайын төмендейді. Зәр қуатын қасиетке ие болғандықтан, ұзақ уақыт қолданса, ағзадағы калий мен магнийді азайтады. Осы жағдайларда абай болу керек. Видеоларды жақындарыңызға бөлісіп, қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар, ем болсын.